Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Көңіл күйлерің жақсы болса, шаттық шеңберін айтайық. Күннің көзі ашылып, көкке шуақ шашылсын. Құтты қонақ келіпті, төрімізге еніпті. Амандасу үлкенге, тәрбиенің басы ғой. Ал қанеки бәріміз сәлем дейік үлкенге. Сәлеметсіздер ме, апайлар? Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі өтетін біздің оқу қызметіміздің тақырыбы Мұхамеджан Итекбаевтың «Нан қайда шығады» ертегісі. Мақсаты жеке тәжірибесіне суреттің мазмұны бойынша шағын әңгімелер құрастырады. Ана тілінің барлық дыбыстарын дұрыс айтамыз. Балалар, мен сендерге «Нан қайдан келеді» атты ертегісін айтып беремін. Жақсылап отырып, тамашалаймыз, тыңдаймыз. Бір күні тышқан нан дүкенге кірді. Сөреге жаңа піскен сап-сары бөлкелер үйіліп тұр екен. Піскен нан иісіне қызыққан тышқан тұмсығын жыбыр-жыбыр тартты. Төмендегі бір бөлкені кеміре бастады. Осы кезде күзетші келіп қалды. Тышқан зып беріп тысқа атып шықты, бірақ алысқа ұзамады. Апырай, қайдан келді екен осыншама нан? Біліп алып шыққан жеріне кірсем деп қызығып кетті. Тесіктен сақтана сығалады. Нан, сен қайдан келдің деп сыбырлап. Сатушыдан сұра деді нан. Тышқан сатушыға келді. Сатушы, нан қайдан келеді? Наубайшыдан сұра деді сатушы. Тышқан тымпыңдап наубайханаға келді. Мұнда көп адам нан пісіріп жатыр екен. Нан қайдан келеді деді бір наубайшыға келіп. Диірменшіден сұра деді наубайшы. Тышқан диірменшіге келді. Диірмен тасы тынымсыз шыр көбелек айналады. Екі адам ұн тартып тұр екен. Ұн төгіліп аққан бұлақша құйылып жатыр. Көзді ашып жұмғанша қап-қап ұн пайда болды. Тышқан иненің көзіндей танауын тыржиып таңдана қарап тұрды да: диірменші, нан қайдан келеді деп сұрады. Комбайншыдан сұра деді қырманшы қарт. Тышқан далада егін орып комбайншыға келді. Қалың егін теңіздей толқиды. Комбайн тоқтар емес, ілгерілеп барады. Сабанын бір бөлек, топанын бір бөлек шығарып тастайды. Торсықтай ақ бидайды астауына құйып алып барады. Тышқан шіңкілдеп: комбайншы, нан қайдан келеді деп сұрады. Көктемде тракторшы жер жыртады, тұқым себуші тұқым себеді. Егіншілер оны күтіп баптайды. Көп еңбек сіңіреді. Міне қалың астық сол еңбектің жемісі. Нан еңбек арқылы табылады деді комбайншы. Ой, мұның азап қой, мен шалқайып жатып-ақ таба беремін деп қутың етті тышқан. Әне мысық келе жатыр деді комбайншы. Сол-ақ екен, тышқан бір ескі інге зып берді. Сендерге ертегі ұнады ма? Ертегі ұнаса балалар, маған түсініктеріңді кері байланыс арқылы жібереміз. Жарайсыңдар, сау болыңыздар.